Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Назарларыңызға мәресіне жақындап қалған футболдан 2023 жылғы Қазақстан чемпионатының 23-ші тур ойындары бойынша шолуымызды ұсынамыз. 23-ші қыркүйекте Петропавл қаласында Али Алиев жаттықтыратын жергілікті Қызылжар Ақтөбе командасын қабылдады. Чемпионаттың 4-ші орнына алматылық Қайратпен таласып келе жатқан Қызылжар командасы Ақтөбеге берілмеді. Өткен турда көшбасшы команда Шымкенттік Ордабасына жеңген Ақтөбе Петропавл команданың қорғанысын бұза алмады, өз мүмкіндіктерін голға айналдыра алмады. Қызылжар командасы да гол сала алмады. Осылайша матч 0-0 есебімен аяқталды. Бұл нәтиже Ақтөбеге чемпиондықты жеңуді өте қиындатып жіберді. 23-ші турдың екінші ойынында Шымкентте Мақтаарал Павлодарлық Ақсуды қабылдады. 3 ойын қатарынан жеңіп келе жатқан Қайрат Нұрдәулетов жаттықтыратын Мақтаарал командасы осы 4-ші ойында да жеңіске жетті. Тікелей бәсекелестерінің бірі Ақсуды жеңіп, олар қауіпті аймақтан алыстай түсті. Ойынның 13-ші минутында бұрыштама соққысынан кейін Сағадат Тұрсынбай баспен соғып есеп ашады. Ал 90+5-ші минутта қақпашы бастаған шабуылдың нәтижесінде Мақтааралдың африкалық ойыншысы Серж Ньюадзи матчтың нүктесін қояды. Қорытынды есеп 2-0. Үшінші орынға әлі де үміті бар Қайрат қарағандылық Шахтерді қабылдады. Шахтер төменгі лигаға ұшып кету қаупінен өзін әлі арылтқан жоқ. Сондықтан оған жеңілмеу керек еді. Негізінен Қайрат шабуылдады, Шахтер қорғанды. Бірақ ойында есеп ашылмады. Командалар ұпай бөлісті. Турнирлік кестенің орта тұсында орналасқан қызылордалық Қайсар, оның түбіндегі ақтаулық Каспийді қабылдады. Каспийліктер тырысып ойындағы есепті ашып, бірінші таймда жеңгенімен, олар екінші таймда қақпаларына жауапсыз 3 гол кіргізіп алды. 22-ші минутта Каспийдің белоруссиялық футболшысы Илья Черняктың соққан голына, 54-ші минутта Қайсардың белоруссиялық футболшысы Дмитрий Бородин пенальтиді сәтті орындап жауап қайтарады. Араға 3 минут салып Қайсар өз айып алаңында сәтсіз қимылдаған Каспий ойыншыларын тағы да жазалайды. Гол салған Елжас Алтынбеков. Ал 78-ші минутта Бақдәулет Зұлпықаров бұрыштама соққысынан кейін баспен гол соғып, есепті 3-1 қылады. Каспий Ақсумен бірінші лигаға дайындала берсе болады. Елордада Астана Арена стадионында көкшетаулық Оқжетпес командасы Атырауды қабылдады. Бұл ойында есеп ашылмады. 74-ші минутта Атырау ойыншысы Олжас Керімжанов екінші сары қағаз алып, алаңнан қуылады. Қорытынды есеп 0-0. Қостанайда жергілікті Тобыл Талдықорғандық Жетісуды қабылдады. Есепті қостанайлықтар ашады. Гол авторы 34-ші минутта пенальтиді сәтті орындаған Ислам Чесноков. Дегенмен үзіліс алдында 44-ші минутта Асқар Қожабергенов шәкірттері есепті теңестіріп кетеді. Гол салған Жетісудың серб ойыншысы Анес Рушевич. Ал үзілістен кейін 54-ші минутта Нұрберген Нұрбол Жетісудың екінші голын салады. Тобыл қанша шабуылдаса да есепті теңестіре алмады. Қорытынды есеп 1-2 Жетісудың пайдасына. Олар қауіпті аймақтан алыстады. Ал турдың соңғы ойынында Шымкентте Ордабасы командасы Астананы қабылдаған болатын. Тамашалауға келген көрермен саны 18 мыңнан асқан бұл ойын өте тартысты өтті. Өткен Ақтөбеде болған ойында басы дауға қалған Ордабасы капитаны Асқат Тағыберген өз жанкүйерлерінен тамаша қолдау тапты. Дегенмен Ордабасы бұл ойында да жеңілді. Есепті 41-ші минутта алыстан теуіп Астана ойыншысы Аслан Дарабаев ашты. Ал екінші таймда ойынның 60-ші минутында Елхан Астановтан пас алған Нұралы Жақсылық бос қақпаға гол салады. Ордабасы берілмеді. Тырысты, қырмысты. Шоқбоз Омаровтың 80-ші минутта салған голы офсайдқа байланысты саналмады. Сонда да 89-ші минутта Ордабасы есепті қысқарта білді. Астананың айып алаңында тәртіп бұзылып, Максим Федин пенальти тебу құқығын алады. Және оны ол сәтті орындайды. Бірақ Ордабасы жанкүйерлерінің өтінішіне қарай ойындағы есеп 1-2 болып, матч соңына дейін өзгермей қалды. Енді назарларыңызға Қазақстан чемпионатының 23-ші турынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Кестеде көшбасшы команда Шымкенттік Ордабасының ұпай саны тағы да өзгермеді. 49 ұпай болып қала берді. Ал екінші келе жатқан Астана Ордабасыдан қалуды 3 ұпайға дейін қысқартты. Оларда 46 ұпай. Бұл дегеніміз чемпиондық талас қыза түсті деген сөз. Ал үшінші орындағы Ақтөбеде 45 ұпай. Бірақ ақтөбеліктердің ойындар саны бір ойынға артық. Төртінші орынға талас әлі де Қайрат пен Қызылжар командаларының арасында жалғасуда. Ал турнир түбінде 15 ұпаймен Ақсу және Каспий командалары келеді. Олар биылғы маусым қорытындысы бойынша премьер лигада қалмайтын сияқты. Ал төменгі лигаға кететін үшінші команда әлі белгісіз. Чемпионатымыздың сұрмергендер тізімінде назарларыңызға ұсынамыз. Оны бастап келе жатырған Қайрат командасының бразилиялық шабуылшысы Жоао Пауло. Ол жалпы 16 гол салған. Оның 3-ін пенальтиден орындаған болатын. Осымен футболдан 2023 жылғы Қазақстан чемпионатының 23-ші тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. Бізді қарағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға жазылып лайк басуларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.